оқу жылы жақындап қалды. Әрине енді не істеу керек? Конечно же, заттар алу керек, оқуға арналған құралдар алу керек. Ендеше қандай заттар алу керек, не нәрсе алу керек, қалай алу керек, олардың барлығын дәл осы видеода айтатын боламыз. Кеттік, ендеше бастайық. Мен қазір керуен ситидің жанында тұрмын. Керуен ситидан қарайын деп тұрмын. Заттар алайын деп жатқан жоқпын. Жалпы керуен ситидің ішіндегі заттарды көрсетемін. Бағасын емес, жалпы заттарды көрсетемін. Плюс әрине бағасы туралы айтатын боламыз, бірақ өзіме алмай. Бұл жердегі айтып өтетін нәрсе, базарда, менің ойымша базарда әлде қайда арзанырақ. Дегенмен де көрейік, ішіне кірейік, заттарды көрейік. Енді қандай дәптер алу керек? Негізінде бастауыш сыныптарға түсінікті, ол бастауыш сыныптар, төмен сыныптарға олар түсінікті. Кішкентай дәптер 12 беттік, олар түсінікті, оларға ешқандай да жаңағындай переживание керек емес. Бірақ жоғарғы сыныптарға көп жағдайда общий дәптер керек, және де общий дәптер қандай? Негізінде мұнда әртүрлі общий дәптер бар. Білем, сенің стилінде емес. Мынау сенің стилінде. I'm smart деген жақсы нәрсе екен. Бірақ қазір тағы да басқасын көрсетейін. Қараңыздар. Мынандай дәптері бар. Тоже. Не совсем. Маған, мен честно айтайын, вот совет беретін кезде мен мынандай просто обычно осындай общий көк дәптер алғанымды советую. Не обязательно көк болған, но осындай тонды, осындай бір стильде ешқандай фонтсыз алуды советую. Сыртын ақ ашпен қатай салсаңыз, вот это будет эстетично, вот это будет красиво. А так, слишком много қалғандары плюс қымбат тұрады. Қымбат деген қанша қатты 5-10 теңге ғана ғой, бірақ егер де көк дәптер алсаңыз, сол кезде қымбат болады. Менің ойымша осындай жаңағындай көк дәптер алған әлде қайда жеңілдірек. Күнделік қазір қолданбайды. Бастауыштары білмеймін қандай екенін, бірақ күнделікті қазір жоғарғы сыныптар қолданбайды. Күнделік кезекті қолданады. Мен не нәрсеге кеңес берер едім? Блокнот алуларыңызға. Ол жерде жалпы өздеріңіздің сабақтарыңызға успеваемыз, сабақтарыңыз қалай өтіп жатыр, күндеріңіз қалай өтіп жатыр. Осылай сіздер мектеп өмірлеріңізді қызықты өткізе аласыздар. Мысалы, кіммен достасым, мектеп өмірінде қандай қызық болып жатыр, қандай апай маған ұнайды, қандай мұғалім ұнамайды деген сияқты. Осындай бір тетрадь блокнот алсаңыздар, шын айтайын, өте үлкен алудың қажеті жоқ. Пайдаланбай қалсаңыздар, бірақ кішкентай бір блокнот алсаңыздар жетеді. Мұнда кішкене бір жақсы блокнот ала алмай жатыр. Мынандай болады. Мынандай блокнот олар үлкен, бірақ егер де алғыларыңыз келсе алуға болады. Жай магазиндардың өзінде бұндай сатуы тиіс. Енді ағылшын тілі, орыс тілі, ағылшын тіліға основной үйрететін. Ол жерлерде менің кеңесім арнайы жаңағындай көк дәптер емес, уже мынаған арнайы сөздік бастауға, солай сіздер өздеріңіздің успеваемостарыңызды арта түсесіз. Сіздеріңіздің сабақтарыңызға артық салақ қаламау үшін арнайы тетрадьқа, арнайы дәптерге қапшық міндетті түрде. Конспект жазу үшін, сабақты одан сайын түсінікті ету үшін, конспектті жақсырақ ету үшін фломастерлар, мынандай маркерлар обязательно. Мынандай фломастер алуға болады, коллектор міндетті түрде керек болады. Ручкалар өздеріңіз таңдайсыздар оны. Және де міндетті түрде циркульный үлкен алыңыздар, чтобы сіздерге ыңғайлы болу үшін, и мынандай сызғыштарды артық алмау үшін циркульді міндетті түрде сызғыштармен бірге алыңыздар. Плюс мынандай стикер парк алыңыздар, бұларға менде сабақты жеңілдетесіздер. Мынандай кішкентайында алыңыздар и үлкенінде алыңыздар. Негізінде сабаққа арнайы бір классикалық нәрсе алмай, осындай спорт тауар алған дұрыс деп ойлаймын. Себебі сен спортқа да бара аласың, мынаған да бара аласың. Егер де сен чисто сабақ бойынша болғың келсе, онда әрине саған классикалық сөмке алған дұрыс. Бірақ негізінде менің ойымша осындай спортқа арналған сөмке алған әлде қайда пайдалы.
I'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't Менің көрсеткендерім ол бюджетный вариант. Егер де ақша жағынан проблема болса, егер де ондай нәрсеге ақша құртқым келмесе. Енді эстетично жақсы, качествосы өте керемет, өте әдемі, эстетично және де отандық өнім жайлы айтып өтейін. Бұл ешқандай реклама емес, достар, бірден айтайын. Олжа Пикс деген, мен жақында ғана ол туралы, бұрында көрген едім Олжа Пикс дегенді, бірақ нақты ол бренд туралы бір қатты білмейтінмін. Енді ғана мен бүгін міне Инстаграмды ашып, оказывается, Олжа Пикс деген нақты сол арнайы бренд бар екенін білдім. Инстаграмнан Олжа Пикс деп жазсаңыздар, қарасаңыздар, ішінде түрлі дәптерлері бар, арнайы сөмкелері бар, арнайы гаджеттар да ішінде кездеседі-ау деймін, қателеспесем. Ішінде қысқасы айтқанда өте көп нәрсе бар, ручкалары бар, өте әдемі. Алаштың ардақтыларының бейнесімен өзіміздің осы тарихта келе жатқан қазақтың ұлы тұлғаларымен Абай Құнанбай деген сияқты өте көптеген адамдардың бейнесімен жазылған керемет бір бренд бар екен. Сондықтан да сол брендті қолдансаңыздар болады, өздеріңіздің сабақтарыңызға арнап. Ішінде тіпті айфонға деген чехол бар, өте әдемі. Сол брендті арнайы қолдансаңыздар болады. Енді қандай лайфхак айтуға болады дәл осы жерде? Біріншіден, мен шынымды айтайын, сабаққа бір қатты көп ақша құртудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша, сабақтың качествосы, немесе сенде сабақты қаншалықты үздік боласың, ол сенің сабағына байланысты емес. Әрине, грандарды сақтау керексің, немесе чисті дәптер болу керек, сыртты қаптаулы болса, ол тіпті керемет болады деген сияқты. Бірақ бір слишком қатты мотивация етіп керегі жоқ. Егер де әрине жаңағы брендті, бір қазақи брендті қолданбасаңыздар, онда бір басқа брендті қолдап, қатты бір ақша құртудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл бірінші кеңес. Екінші кеңес, сондай нәрсеге ақша құртқанның орнына сабаққа байланысты, мысалға, өте керемет негізінде не бар? Книжный, мынандай смартфондар дейді ғой, книжный смартфондар бар, ішінде кітап оқуға болады, ішінде сызуға болады, блокнот алуға болады деген сияқты. Сондай нәрсеге күштеріңізді жұмсауларыңызға кеңес беремін. Және де сондайдың орнына обычный кітап алсаңыздар да, ол да өте жақсы көмектеседі. Менің берер кеңесім жалпы осы, бір қатты мектепке байланысты көп ақша құртудың қажеті жоқ. Егер де ақша құртқыларыңыз келсе, онда костюмға құртыңыздар. Өйткені адамның киімі негізінде сенің қалай сабақ оқитынына кішкене болса психологиялық тұрғыда әсер етеді. Бар айтарымыз осы. Ендеше кеттік. Келесі видеоларда кездескенше міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Менің влог түсіретін YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Және де менің социальный сеттарыма тіркеліп кетіңіздер. Ендеше кеттік, келесі видеоларда кездескенше.